Қызылорда қаласында сыр бөбегі балабақшасы бар екен. Балабақша балалар үшін қауіпсіз әрі жайлы болыпты. Сол бақшада Еркеш мектепалды тобы бар екен. Топ балаларының балабақшадағы әр күні қызықты өтуде. Табиғатты аялау мақсатында аула алдына мейірімді қақпақтар жәшігін жасап қойған. Онда балалар құты қақпақтарын жерге тастамай, осы жәшікке жинайды екен. Оны балалар қалдық затқа екінші өмір сыйлау мақсатында пайдаланады екен. Сонымен қатар балабақшада арнайы балалар барып, көкөністер мен жемістер, өсімдіктер отырғызып, оларды баптап, зерттеулер жасауға арналған жылыжай жасақталған. Еркеш топ балалары серуен уақытында сонда барып, көкөністер мен жемістерге күтім жасап, баптап, қоқыстардан тазартып, өз қамқорлықтарын жасап отырады. Балаларға жылыжайдағы уақыттар өте қызықты әрі есте қаларлықтай. Олар әр тіршілік иесіне қамқорлық жасауды түсінуде және табиғатты аялауға өз үлестерін қосуда. Балалар жылыжайға барғанды өте жақсы көреді, себебі онда өздері отырған жемістерінің шығуын асыға күтеді. Балабақшаның әр қабырғасы мен ауласында балалар жан-жақты дами алады. Осындай білім мен тәжірибеге толы, әр күніміз бос өтпейтін, әрқашан қуанып келетін балабақшада білім алып жатқанымызға қуанамыз. Біз сені жақсы көреміз, сыр бөбегі, бөбекжай бақшам.